Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Біз бүгінгі сабағымызда химия саласына үлес қосқан ғалымдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Химия ғылымының дамуы оның негізгі алға қойған мәселесін шешу жолында әдіс-тәсілдердің ауысып отыруымен сипатталады. Химияның даму деңгейіне байланысты материя құрылымы, табиғаттағы заттардың құрамы, олардың молекулаларының құрылымы туралы ұғымдар да өзгеріп отырды. 18 ғасырға дейін химияда зерттелген мәселелер мен айтылған ой-тұжырымдар дұрыс нәтиже берген жоқ. Антикалық уақыттың ғұламалары Демокрит пен Эпикур атомистік теорияны ұсынды. Олардың көзқарастары бойынша барлық денелер көлемдері мен формалары әртүрлі атомдардан тұрады, ал бұл атомдар олардың сапалық өзгешеліктерін түсіндіреді. Ал Аристотель мен Эмпедокл табиғатта кездесетін денелердің әртүрлілігі олардың қасиеттерінің тіркесіп келуі арқылы түсіндіріледі деп айтты. Ондай қасиеттерге жылу мен суық, құрғақ пен ылғал, жарық пен қараңғыны енгізді. Кейіннен осы көзқарасты орта ғасырлық алхимиктер де дамытты. Бұл кезеңде табиғат туралы білім жүйесінің құраған натурфилософия мен кәсіптік химия жеке-жеке дамыды. Заттардың қасиеттерінің мәселесін шешу тәсілдері 17 ғасырдың екінші жартысында ағылшын ғалымы Роберт Бойлдың еңбектерінде көрініс тапты. Оның зерттеулері денелердің қасиеттері абсолютті емес, олар оны құраушы материалдық элементтердің сипаттарына байланысты екендігін көрсетті. 1756 жылы Ломоносов, кейін Лавуазье реакцияға қатысқан заттардың массасының сақталу заңын ашып, химияны сапалық ғылымнан сандық ғылымға айналдырды. 19 ғасырда ғана атом молекула ілімінің негізі қаланды. Оған үлес қосқан ғалымдар Канницаро мен Авогадро болды. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі сабағымыз химияның негізгі заңдары туралы болады. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.